Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып оқушылары. Ана тілі сабағына қош келдіңіздер. Бүгін 31-ші сабақ әліпби тақырыбы. Сабағымызды бастамас бұрын мына берілген суреттерге қарап, ой толғаныс жасап көрейік. Суреттерге қарап не айтар едіңдер? Дұрыс айтасыңдар. Адам аспанда ұша алмайды. Немесе адам қазды, үйректі жүгендеп мініп аспанда ұшуы мүмкін емес. Сондай-ақ өзінен бірнеше есе үлкен пілді тышқан да олай көтере алмайды. Яғни бұл суреттегілердің барлығы шындыққа жанаспайды, өтірік болып табылады. Біз сендермен өтірік өлеңмен танысатын боламыз. Өтірік өлең дегеніміз қазақ халық поэзиясындағы ерекше қызғылықты, балалар құмарта тыңдап, қызыға жаттап алатын фольклорлық жанр. Өтірік өлеңде суреттелетін оқиға желісі нақтылы шындықтан алынғанымен, ондағы іс-әрекет шынайы өмірге жанаспайды. Енді кітабымызды ашып, бірінші жаттығуға назар аударайық. Ауыз әдебиетінен алынған өтірік өлең берілген екен. Жақсылап тыңдайық. Сүтін сауып торғайдың, жетім тайды өсірдім. Аққу жегіп арбаға, бүкіл елді көшірдім. Инеменен жер қазып, су шығардым шөл жерге. Елекпенен құм тасып, бөгет салдым көлдерге. Өлеңге назар аударайық. Өлеңдегі іс-әрекеттің барлығы болмайды, яғни торғайдың сүті болуы мүмкін емес. Немесе аққуды арбаға біз жеге алмаймыз. Сондай-ақ біз инемен әрине құдық қаза алмаймыз. Біз елеуішпен құмды елеп бөгет сала алмаймыз. Яғни бұл өлеңнің ішіндегінің барлығы шындыққа жанаспайды. Бұл бізде өтірік өлең деп аталады. Ендеше балалар, дәптерімізді ашып, дәптеріміздегі Х дауыссыз дыбысының бас әріп мен кіші әріпін көркем жазып шығайық. Тапсырманы орындап болсақ, оқулығымыздағы екінші жаттығу тиісті сөзді қойып, өтірік өлеңді көшіріп жаз. Берілген суреттердің орнына сөздерді қойып, өлеңді сәйкестендіре отырып, көшіріп жазайық. Мініп алып. Неге балалар? Суретте нені көріп отырсыңдар? Құртқа. Мініп алып құртқа. Өрмеледім қайда? Болтқа. Алып келіп нені? Айды. Көрсеттім көп жұртқа. Яғни өлеңімізді біз өтірік өлеңімізді құрастырдық. Енді балалар, осы өтірік өлеңді дәптеріміздің екінші жаттығу деген жеріне қатесіз көркем жазумен көшіріп алайық. Өлеңді көшіріп болсақ, сурет атауларының алғашқы әріпін ата, ол әріптер әліпбиде нешінші тұр деген тапсырма беріліп отыр екен. Біз құртқа, бұлтқа, айды деген сөздерді қойып шықтық. Олардың алғашқы әріптерін атайықшы. Құртқаның алғашқы әріпі Қ, бұлтқа Б, айды А. Енді әліпбиге назар аударайық. Бізге қандай дыбыстар қажет? Қ, Б, А. Олардың орналасу ретін санап шығайық. Қ әліпбиде нешінші орында тұр? Дұрыс айтасыңдар, 15-ші орында тұр. Ал Б әріпі нешінші орында тұр екен? 3-ші орында тұр. А әріпі бізде әрине білеміз, ол 1-ші орында тұр. Жарайсыңдар. Енді балалар, кітабымыздағы 3-ші жаттығу жұмыс дәптеріміздегі шығармашылық тапсырма ретінде әріптерді әліпби ретімен жалғастыр деген тапсырма беріліп отыр екен. Бұл жерде орны бос тұрған әріптерді қай әріп қалып қойды, соны толықтырып жазып шығатын боламыз. Әрқайсымыз өзіміз жазамыз, қазір тексеретін боламыз. Өзіңді тексер. Бізде қалып кеткен әріптеріміз Ә, Г, Ғ, Е, З, И, Қ, Л, Ң, Ö, П, С, У. Енді барлық берілген әріптерді ретімен атап шығайық. А, Ә, Б, В, Г, Ғ, Д, Е, Ё, Ж, З, И, қысқа И, К, Қ, Л, М, Н, Ң, О, Ö, П, Р, С, Т, У, О.